Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы қазақтардың ру-тайпалық құрылымы қалыптасуының тарихи шарттары деп аталады. Сабақтың мақсаты қазақтардың этникалық құрылымын сипаттау үшін ру-тайпа, жүз, ата-жұрт, атамекен ұғымдарын пайдалану. Тарихи кезеңдерді талдау негізінде қазақтардың ру-тайпалық ұйымдасу түрінің қалыптасу алғышарттарын талдау. Туған жердің мәдениеті, салт-дәстүрінің маңызына баға беруде мәдени-генетикалық код ұғымын қолдану. 15 ғасырдың ортасына қарай қалыптасқан қазақ этносы өзара байланысты көптеген ру-тайпадан құраған. Қазақ ру-тайпалары шежіре арқылы біріктірілген. Мынаға назар аударыңыздар. Қазақ рулары мен тайпалары шежірелік дәстүрмен ортақ шығу тегі туралы түсінікпен берілген. Шежірелік дәстүр ел арасында ауызша аңыздар түрінде өмір сүрді. Шежіреде рулардың шығу тегінің бір екендігі және біртұтас туыстық жүйеге жататындығы көрініс табады. Шежіре қазақ этносының ұжымдық тарихи жады болып келеді. Әрбір қазақ тайпасын мен руының өз шежірелері бар. Олар бірігіп қазақтардың ру-тайпалық жүйесін біртұтас етіп байланыстыратын ортақ шежірені құрайды. Қазақтардың рухани мәдениетіндегі шежіре дәстүрі басқа да түркі моңғол этностары тәрізді ауызша тарих айту дәстүрімен байланысты. Оны ұрпақтан ұрпаққа жеткізуші шежірелер ауызша ақпаратты есте сақтауға қабілетті, тамаша жадты иеленген адамдар болды. Олар халықтың тарихшы аңызшылары, тарихи фольклордың үлгілері. Шежірешілер өткен тарих туралы халық аңыздары мен әңгімелерін, хикаяларын жинады, жүйеледі, түсіндірмелер берді және оларды келесі ұрпаққа айтып жеткізді. Ауызша тарих айту дәстүрі сонау қола дәуірінен пайда болған. Онда әрбір ру мен тайпаның шығу тегі туралы жинақталып сақталып, ұрпаққа беріліп отырған және тарихи тұлғалар, оқиғалар бүкіл халықтың жылнамасы ретінде қабылданып, сақталып отырған шежіре бағалы тарихи дереккөз болып табылады. Сондықтан назар аударыңыздар, қазақ қоғамы үшін шежіре ер адам жағынан ата-бабаларын ауызша немесе жазбаша санамалайтын туыстық қатынастар тізбегі, генеалогиялық тармақтары. Қазақтардың шежіресі аңыздармен қатар жүреді. Шежіренің ең қысқа бөлігі 7 ата саналады. Ру-тайпалық ұйым көшпелі қоғамның негізгі белгісі. Шежіре айту дәстүрі бар ру-тайпалық ұйым кез келген көшпелі қоғамға тән. Рулар мен тайпалар патрономиялар, яғни ер адам жағынан ата тегі ортақ топтарды атайды. Сондай-ақ патрономиялар, рулар мен тайпалар иерархиясы үлкен, кіші, немесе басты және жанама болып бөлінуі мүмкін. Шежіре қатаң түрде әке жағынан баладан әкеге қарай тіпті 30 және одан да көп ұрпаққа дейін тарқатылып жеткізіліп отырады. Көшпелілердегі әке жағынан туыстыққа негізделген рулық тайпалық жүйенің өмір сүруінің басты себебі ақпарат пен меншікті әкеден балаға беріп отыруында. Көшпелі малшы болу үшін табиғи құбылыстар туралы қажетті ақпараттардың бәрін білу қажет болды. Ал бұл білімді олар тек ата-бабалардан ғана алуға болатын еді. Алған білімді жинақтап, сақтап, ұрпақтан ұрпаққа беріп отырды. Ал ру мен олар өзара тығыз байланысты ұстануды да қажет деп санаған. Ірі патрономиялар, яғни тайпалар мен тайпалар одағының шығу тегі мифтік, ал шежіресі аңыздық сипат алады.
Шежіре патрономияның барлық мүшесінің шығу тегінің ортақтығын негіздеу қызметін атқарды. Шағын патрономияларда ортақ ата тек нақты тұлға, жет атаны білу, туыс адамдардың үйленуіне салынған тыйымды, яғни экзогамияны сақтау үшін қажет. Көшпелі ру тайпалық ұйымның аталған ерекшеліктері қазақтарда да болған. Әрбір қазақ белгілі бір рудың мүшесі болды. Рудың көшіп қону аймағы ата-жұрт, яғни қазақтардың бүкіл этникалық аумағын ата-мекен, ата-бабалар жері ретінде қабылдаған. Ал бірнеше ру тайпаға, ол тайпалар бірлестіктерге жүздерге біріктірді. Ал тайпалар бірлестіктерін кейіннен жеке хандар басқарған. Қазақтардағы экзогамия шегі кем дегенде 7 ұрпақты қамтып 7 ата деп аталды. Қазақ 7 атасының атын білуге тиіс болды. 7 ата ұрпақтары туыс болып есептелді және олардың арасындағы некелерге қатаң тыйым салды. Қазақтардың этникалық тарихының маңызды сипаты этникалық аумақтық бірлестіктерге, яғни жүздерге бөліну болып табылды. 300-дің әрқайсысына жайылымдар мен көшіп-қону жолдары бекітіліп берілген және дереккөздерде қазақ жүздері туралы алғаш рет 17 ғасырдың бас кезінде айтылған. Сонымен қатар жүздердің өзінің этникалық аумақтық бірлестіктерге бөлінді және олар шежіремен бекітілген ортақ генеалогиялық дәстүрі бар этникалық аумақтық бірлестіктер болған, яғни тайпалар одағы деп те айтуға болады. Қазақ даласында жүздерге бөліну 3 түрлі аумақты қамтыды. Ол Жетісу, орталық Қазақстан, солтүстік және солтүстік шығыс және батыс Қазақстан аумақтары. Бұл аумақтарда шаруашылық мәдени үдерістердің ерекшеліктері, яғни сол арқылы көрініс тауып отырған. Бірінші, жердің географиясына байланысты көшіп-қону аймақтары қалыптасса. Екінші, әрбір жүздің белгілі бір мәдени тұрмысы қалыптасқан және әрбір жүздің өзінің әскери бөлімшелері болған. Міне, жүздердің қалыптасуына саяси географиялық, шаруашылық экономикалық және әскери факторлар өз әсерлерін тигізді. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар, назарларыңызға рахмет.